Енді получается бұл кісілер мен қараған кезде жаңағы ешқайда за границу шықпаған бұл кісілер. Получается бұл оған дейін Стамбулға барып келеді, мына Сұлтан. Содан кейін алады мына екеуі Куала-Лумпурға, одан кейін Балиге ұшып кетеді екеуі. Қазір Балиде мына екі кісіні Қазақстаннан іздемей қойсаңыздар болады. Балиде жүр мына екі кісі. Және Балиде жүріп, мына Нәсіп деген кісінің картасын қолданып жүр мына екеуі. Ну енді мынау скорее всего, да. Және бұл кісілер ешқайда пересечением границ шықпаған. Получается, бұл кісілер алып, бұл кісілерді за границу Өзбекистанға шығарып жүру мүмкін. Сондай вероятность бар. Өйткені сол Түркістан жақтарда мен алдында айтқан видеомдағыдай наркота кіретін, андай черный граница нелер бар, пересечение өтетін. Сондай бір муткамен өткізіп жіберу мүмкін. Немесе Қазақстанның бір жерінде енді бұл кісілерді анықтау керек. Себебі бұл кісілердің біреуінің де сим картасы өзінде емес та, анықтайтын болса, мынаның сим карталары мына кісіде жүр да. Бұл кісі қосады, өшіреді. Бірақ бұл кісінің сим картасы, мен айттық қой, Өзбекстан КПП-сында өшеді, содан кейін барып, бұның да сим картасы өшеді. Почему-то мынау тұрып, мына жаңағы енесінің сим картасын жүйе границаға тұрып қосып тұр ғой, не үшін қосады мысалы. Получается, мына кісілердің барлығының сим картасын мына кісі алып кеткен өзіне. Мына екі кісіні енді мен тауып тұрмын қайда екен. Бұл кісілер Балиде қазір. Әлі күнге дейін Балиде, даже кеше мына кісілер мына енесінің картасымен ақша төлеп тұр ғой, былайша айтқанда.